Экономикалық өсім бар. Халықтың табысы керісінше кеміп барады. 50 мың теңгенің көлемінде бір адам бір айда өмір сүре алады деп есептелді. Қандай ақымақ адамдар есептеп отыр? Ай сайынғы кірісі 58 мың теңгенің төңірегінде. Статистикаларды әдемілеп, бізде осындай болып жатыр, керемет, экономикамыз дамып жатыр деп айтуға болады. Өсім сандық сипатта бар, бірақ нақты сапалық сипатта жоқ. Халықты қымбатшылық күтіп тұрған секілді. Сонда 10% дегеніміз мынандай ғана өсім, 74% деген ол мынандай өсім. Парадокс деген осы. Армысыздар, бұл жүз медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз экономист Мақсат Халық. Мақсат мырза, ел экономикасындағы ең маңызды деген сұрақтардың жауабын өз аузыңыздан естейік деп Алматыға арнайы келдік. Студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Өткен жылы ел экономикасы 6,5% өсім көрсеткен. Алайда парадокс сонда, халықтың табысы керісінше кеміп барады. Неге бұл көрсеткіштердің арасы соншалықты алшақтап кетті? Жақсы, бұл өте маңызды сұрақ. Шын айту керек, экономисттер үшін бұл жалпы ішкі өнімдегі көрсеткіштің экономикалық негізгі макроэкономикалық индикатор ретінде қарастырылады. Ол егер өсім көрсетіп жатса, елдің экономикасы жақсарып жатыр, өсіп жатыр дегенді білдіреді. Ал енді бізде бірінші осы жалпы ішкі өнім өзіне тоқталғым келіп отыр. 6,5% өсім. Бұндай өсім 2013 жылы болған соңғы рет. Демек 2013 жылдан бері қарай ондай өсімге біз қол жеткізе алмай келдік. Әртүрлі жүйелік дағдарыстар болды экономикада, кейін ковид болды дегендей. Сонда бір 4%-ның деңгейінде жақсы өскен кездеріміз солай болған. Бірақ енді өткен жылы бір рекорд болды деуге болады, соңғы 2013-тен бері қарай. Бұл жалпы ішкі өнімнің осындай 6,5%-ық өсімі. Одан бөлек жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім деген ұғым бар. Ол осы жалпы ішкі өнім дегеніміздің өзі бір жылда өндірілген тауарлар мен жасалған қызметтердің құнын айтамыз. Оның көлемі $300 миллиард асқан, жан басына шаққанда $15 мың асқан. Бұл өте жақсы көрсеткіштер. Егер әлемдік деңгейде қарасақ, шынымен солай. Табысы егер $10 мың дейін болса, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім, онда ол кедей ел деп саналады. Ал $10 мың мен $20 мың арасы бұл табысы орташа ел деп қарастырылады. $20 мың жоғары болса, ол енді бай елдердің қатарына қосылды деген білдіреді. Демек, біз нақты осындай статистикалық мәндерге қарасақ, Қазақстанның халқының табысы орташа елдердің қатарына қосылдық деген білдіреді. Ал енді неге онда халықтың табысы өспей жатыр деген сұрақ бар. Бұл өте маңызды сұрақ. Егер өткен жылғы көрсеткіштерге қарасақ, халықтың номиналды табысы өскен, атаулы деп айтамыз. Оны цифрымен атаған кезде керемет болып көрінеді. Ал бірақ нақты табысы өткен жылмен нақты қымбатшылықпен, инфляциямен есептегендегі табысы керісінше минусқа кеткен. Парадокс деген осы, яғни экономикалық өсім бар, ал халықтың табысы минусқа кетіп жатыр. Бұл енді өте жақсы емес үдеріс деп атап өту керек. Егер дәл осындай үдеріс жалғаса беретін болса, бұл өте үлкен жүйелік дағдарысқа алып келеді. Халықтың ашу-ызасын туғызады, наразылығын туғызады, қоғамда ашыну пайда болады. Сондықтан негізгі экономикалық өсімнің болғаны жақсы, бірақ ол нақты халықтың өмір сүру сапасында, халықтың өмір сүру деңгейінде, төлем қабілеттілігінде, олардың табысында нақты көрініс табу керек. Жалпы ішкі өнімнің құрылымында халықтың табысы бір 31%-ға жетті деген статистика шыққан. Егер табыстық жағынан есептейтін болсақ. Ал негізінен капиталдың табысы ол 60%-ның үстінде. Капитал табысы деген сөз ол негізінен компаниялардың табысы. Сонда былай қарауға болады, негізінен табыс тауып жатқан ірі компаниялар, ал шындап келген кезде халықтың табысы ол төмен. Егер де дәл осы көрсеткішті Америкамен, Еуропамен, көптеген дамыған мемлекеттерде салыстыратын болсақ, табыстың құрылымы 50%-ның үстінде. Сонда халықтың табысының көлемі. Демек, әлде де болса 15-20%-ға дейін бізде төмен деген сөз. Ал 2008 жылғы статистиканы өзімен салыстыратын болсақ, сол кезде халықтың жалпы табысының үлесі 32,8% құраған еді. Одан бері қарай қанша уақыт өтсе де, керісінше бізде өсім емес, төмендеу байқалады. Демек, бұның өзі нақты көрсетеді. Яғни елімізде байып жатқан ол халық емес, байып жатқан ол нақты капиталистер, көбіне көп нақты капиталды қолына ұстап отырған монополистер, олигополистер деп айтуға болады.
Яғни бұл ретте біздер экономика министрлігінің айтып отырған уәжін, яғни рас деп айта аламыз ба? Олар айтады, мысалға, неге халықтың табысы төмендеп кетті деген кезде олар мынадай уәж айтады: біздегі жалпы ішкі өнімдегі еңбекақы төлемінің біздегі үлесі 31% төңірегінде, ал бұл көрсеткіш дамыған елдерде 40%-дан асады дейді. Яғни олардың айтып отырғаны жаңағы негізгі табыс компаниялардың өзіне кетіп жатыр, яғни жалақыға емес компаниялардың табысына кетіп жатыр дейді. Яғни бұл рас болып тұр ма? Бұны табыстық тұрғыдан келісуге болады. Расымен де белгілі бір дәрежеде бізде елімізде экономикалық жүйе солай құрылған. Бірінші кезекте квази мемлекеттік сектор бар, онда самұрық қазына әл-ауқат қоры бар, оның қарамағында компаниялар бәрі жинақталған, негізінен ұлттық компаниялар және де монополиялық компаниялар көбінесе. Және де мемлекеттің игілігін, мемлекеттің субсидиялары болсын, қаржылай қолдауы болсын, салықтық жеңілдіктері болсын, осы салалар, осы ірі компаниялар көріп келген осы уақытқа дейін. Ал негізінен шағын компаниялар, халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отырған компаниялардың өсімі, пайдасы ондай елеулі емес. Тиісінше оларға әділ бәсекеде нарығымызда жоқ екенін көруге болады. Осындай үдерістер өкінішке қарай бізде бәсекені жойып отыр. Нарықта олигополияның үлесін басым қылып отыр. Олигополия деп айтқанда ол не деп көп адамдар сұрайды? Ол нарықта 3 ойыншы болады, 2-3 ойыншы дейікші негізінен. Және олар өздері нарықты бөліп алады, өздері бағалық келісім жасайды. Және сол бағамен халыққа тиімсіз бағада нарықта өздерінің саудаларын бәрін жасай береді. Тиісінше олар сол жерде көп табыс табады. Ал мына жақтан бәсеке қабілеттілікпен нарыққа бір жаңа ойыншы пайда болса, оны демпинг жасап, бағаның бәрін түсіріп, оны бәсекеден шығарып тастайды. Ал содан бөлек бүкіл мемлекеттен бөлінетін тиісті қолдауларды осы компаниялар иемденеді. Бұндай үдерістің болуы негізі экономикада жақсы емес. Ол шын мәнінде нарықтық экономика заңдарын бұзады. Тиісінше ол халықтың әл-ауқатының өсуіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан да самұрық қазынаға да қатысты өте көп сындар бар. Өткенде президент айтты, ол ең қызығы сол бәйтеректің басшысы шығып, бізде бәрі керісінше, ондай емес, бәрі тамаша жұмыс жасайды дегендей есеп бергендей болды. Бірақ кімді алдайды? Шынын айту керек, мен де талай жолдастарым болашақпен бітіріп келген сол жақта жұмыс жасады, қызмет жасап жатқандар да бар. Бірақ көбісі айтады, біз қаншама профессионал болсақ та, шетелмен оқып келсек те, қызметтік дәрежеміз әрі кеткенде аға қызметкер дәрежесіне дейін өседі. Ал енді бөлім басшысын, тағы да үлкен департамент директорлерін бізге парашютпен түсіреді дейді. Парашютистер деп айтады, жоғары жақтан қоңыраумен келетіндер, ешқандай білімі жоқ, ешқандай тәжірибесі жоқ, оны бізге ақыл айтады. Ал осындай дүниелер болып тұрған кезде әрине олар керемет жұмыс жасап жатыр деп айта алмаймыз. Дәл осы самұрық қазынаның тақырыбы қаңтар оқиғасының тұсында да қатты көтерілген болатын. Өйткені осы квазимемлекеттік сектордың қарызы 20 миллиард доллардың үстіне шыққан еді сол кезде. Ал мемлекеттің қарызы 15 миллиард доллар. Сонда үкіметтің қарызынан да самұрық қазынаның қарызы көп болып тұрғанын көруге болады. Ал енді екінші жағынан қарасақ, бүкіл мемлекеттік сатып алулар, бүкіл нарықтың үлкен үлесі, пиццаны егер қарайтын болсақ, нарықтың үлесі деп айтады, өте үлкен көп бөлігін де алатын солар. Кішкентай бір 10%-ын ғана жеке секторға бөліп қояды, өздерің бөлісіп осыны мемлекеттік сатып алулардан жаңа тапсырыстар аларсыңдар дегендей. Осындай үдерістердің барлығы экономиканың тежегіш күшіне айналды. Мен студенттерімде талай осы самұрық қазынаның еншілес компанияларынан практиканы өткен болатын, және олар да сол кезде өздерінің ойларымен бөліскен. Әбден барамыз, сағат негізінде 9-да жұмыс уақыты басталу керек, бірақ 10-ға қарай басталады. Кейін сағат 12 болған кезде бір чай ішіп алайық деп үзіліс жасайды. Содан кейін түскі үзіліс басталады, түскі уақытқа 1 сағатқа емес 2 сағатқа кетеді. Содан кейін келгеннен кейін сағат 4 болыпты ғой, енді пробка болмай тағы қайтайық дейді. Осындай үдерістерді көргеннен кейін көруге болады. Ол жерде ешқандай экономикалық өнімділік жоқ, еңбек өнімділігі жоқ. Және де ең қызығы сол байқаған адамдарды айтады да, басшылары сол компанияның есебінде отбасымен бірге шетелде демалып жатады мысалға. Бірақ қарасаң, оның бәрін іс-сапар ретінде бекітеді. Сонда осылай қарасаңыз, бұл нағыз былай айтқан кезде өте тиімсіз, экономикалық ешқандай нәтиже бермейтін құрылымға айналып кеткен деп айтуға болады. Сондықтан да менің ойымша, оның барлығын үлкен аудиттан жүріп өткізіп, барлығын тексеріп,
керек емесінің бәрін шығындарды қысқартып жасауға болады. Өткенде де біраз экономист сарапшылар айтқан болатын, дәл осы самұрық қазынаның өзінің шығындарының өзі 11 миллиард доллардан асады деп. Ол жылдық. 11 миллиард, ол деген өте үлкен қаражат, былай қарасаңыз. Сондықтан мен ойлаймын, бұндай қаражаттардың барлығын шығынға ұшырата бергенше, оданша оны оптимизациялап, тиімді басқартуға болады. Тіпті тарқатып, тиісті министрліктердің өзіне өткізіп беруге болады компанияларды. Негізінде осы басқару жүйесін біраз экономистер ұсынған болатын. Арнайы қор құрмай, арнайы бәрін біріктірмей, оның жеке-жеке министрліктің өзіне басқаруға береді деп. Ол жерде де енді үлкен тартыс бар, себебі мемлекет бәрібір де тиімді, эффективті менеджер бола алмайды, үкіметке оны бермеу керек деп те айтып жатқан жағдайлар бар. Бірақ мен ойлаймын, қазіргі жүйеде ол жерде көбінесе ақшаны офшорға асырудың көбінесе тетіктері, жолдары, схемаларымен құрастырылған жүйе қалыптасқан болып көрінеді. Және де оған тіпті аудиторлық негізгі комитеттің де күші жетпей, тісі батпай жатқанын байқаймыз. Сонда не оны сэр бақылай алмаса, не оны сыбайлас жемқорлықпен күресетін агенттікте күресе алмаса, аудиторлық негізгі мекеме де оны қарата алмаса, онда ондай мекеме біз не үшін ұстаймыз деген сұрақ негізінде. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жерде ешқандай жан аяушылық танытудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Ол мемлекеттің экономиканың дамуының тежегіш күші болса, онда оны түбегейлі жойған дұрыс деп есептеймін. Қазір елімізде 1 миллионға жуық тұрғынның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне де жетпейді. Яғни ай сайынғы кірісі 58 мың теңгенің төңірегінде. Енді еліміздегі халық саны 20 миллионнан енді ғана асты. 20 миллион ғана халқы бар ел үшін бұл көрсеткіш тым көп емес пе? Негізінде көп. Негізінде 20 миллион халықтың 1 миллион кедей деген ол жақсы үдеріс емес. Бұл ресми статистика осылай сөйлейді. Ресми статистикада бізде 4,8 кедейшілік деңгейі бар деп көрсетіледі. Сол 20 миллион халықтың сол үлесін қарасақ 1 миллионға жуық халық болып шығады. Бірақ та ең қызығы әлемдегі рейтингтік ұйымдарға үңілсек, соның ішінде дүниежүзілік жаңағы әлемдік банк бар. Олардың есептерінде Қазақстанда кедейшілік деңгейі 12,5% деп көрсетеді. Демек, ол 2,5 миллион халық деген сөз. Ал егер реалды қарайтын болса, кейбірлер азаматтар айтады, неге біз халықаралық ұйымдардың рейтинг жаңа сандарына, статистикаларына үңілуіміз керек. Олар Қазақстанның мүддесін ойлайтын мекемелер емес қой деген сияқты ойларды айтатындар бар. Және осындай ойды айтатын негізінен біздің үкіметтің де мүшелері көбінесе. Бірақ мен өзім сарапшы ретінде айтатын едім, егер ол өтірік болса, онда біз қандай статистикаға сену керекпіз? Біздің статистика түсінікті жағдай, ол қате есептелініп жатады көп жағдайда. Бізде елімізде кедейшілік деңгейі де анық емес. Бізде елімізде жұмыссыздық деңгейі де анық емес. Бізде елімізде қанша адам нақты жұмыспен қамтылған және қанша адам нақты жұмыссыз деген статистиканы өзін нақты бере алмай отырған мемлекетпіз. Өйткені статистикалық мәндерде ол 5% деңгейінде деп айтылады. Ал KPMG аудиторлық компаниясының өзінің зерттеуінде оны 15% деп көрсетеді. Яғни 1,5 миллион адам жұмыссыз деп. Ал президенттің өзі бір жолдауында, осыдан 2 жыл бұрынғы нақты жолдауында айтқан болатын, бізде 700 мың адам жұмыссыз деген мысалға. Демек, онда президенттің статистикасы қандай, біздегі ұлттық статистиканың мәндері қандай, және де мынандай. Неге әртүрлі? Неге оны біз нақты зерттеп, қоғамымызда нақты жұмыссыздардың санын анықтай алмаймыз? Өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз еткен дейтін категория бар. Ол жақта 2 миллион адам өзін-өзі жұмыспен қамтылған деп айтылады. Бірақ олардың барлығы өздерінің өнімді, нәтижелі жұмыспен қамтып отыр деп айта алмаймыз ғой. Сонда олардың ішінде де қаншама адам негізі өзін сәтсіз жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген шығар, табыссыз жүрген азаматтар бар шығар. Міне осылардың өзін айқындау мәселесі үлкен деңгейде тұр, қалып отыр деп айтуға болады. Және де сол ең төмен күнкөріс шегіне де қатысты. 50 мың теңгенің көлемінде бір адам бір айда өмір сүре алады деп есеп беріледі. Бірақ ол шын мәнінде күлкінішті екендігі түсінікті. Ал оны есептеп отырған ұлттық экономика министрлігі. Және де тағамтану академиясында кірісіп нақты
бір күнде адам қандай рациондар, қандай дәрумендер пайдалану керек деп есептеген. Таңғы асы бар, түскі асы бар, кешкі асы бар. Сөйтіп есептейді де бір айда 50 мың теңгеге адам бүкіл керек рационымен, дәруменмен пайдалануға болатындай 50 мың теңгеге өмір сүре алады деп келтіреді. Бұның барлығы енді күлкінішті жағдай, және оны тыңдаған адамдар да айтады, не деген, кім бұны есептеп отыр, қандай ақымақ адамдар есептеп отыр деп айтады. Сондықтан да менің түсінігімде бұның барлығы қайта есептелуі керек. Біз елімізде нақты кедейшілік деңгейін анықтауымыз керек. Елімізде қаншама кедей отбасылар бар екенін білуіміз керек. Кедей отбасыларында қанша балалар өсіп жатқанын да білуіміз керек. Өйткені миллиондаған балалар қазір сондай мүмкіндігі шектеулі, төмен қамтылған, аз қамтылған отбасыларда өмір сүріп келеді. Ал ондай балалар қосымша дамуға, қосымша репетитор жалдап өсуге мүмкіндіктері шектеулі. Демек, ертең ол балалардан қандай болашақта біз мамандар аламыз, я болмаса ертеңгі еліміздің болашағы сол жастар деп айтатын болсақ, қандай олар мүмкіндіктерден қағылып жатыр. Осы мәселелер меніңше бұл қоғамда ертең үлкен апатқа алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл мәселелерге бейжай қарауға болмайды. Бұны нақты қарау керек, әлеуметтік жағдайын халықтың айқындау керек. Содан кейін ғана барып нақты статистикаларды әдемілеп, бізде осындай болып жатыр, керемет, экономикамыз дамып жатыр деп айтуға болады деп есептеймін. Сондықтан бұл мәселелерге қатысты мен қазір, егер қаласаңыз, айтып бере аламын. Бізде ең төменгі жалақы қанша болу керек? Қанша болу керек? Ең төменгі жалақы қазірге 85 мың теңге деп бекітілген ғой. Және де ол ең қызығы президенттің нақты нұсқаулығыменен көтерілген еді. Алдында 42.500 болды. Сосын президентіміздің айтуы бойынша ол 60 мың болды, 70 мың болды, енді 85 мың теңгеге дейін көтерілді. Ал сонда не бізде профильдік министрлік не істеп отыр? Неге олар есептемейді? Неге президенттің айтуы ғана керек соны өсіру үшін? Және соңғы 2 жылда 85 мың теңге күйінде қалыптап отыр, оны өсіріп жатқан жоқ. Ал бірақ нарықтағы жағдай мүлдем басқа. Инфляция өсіп жатыр, қымбатшылық ол өз алдына. Демек, бұның барлығы біздегі қойылып отырған осы нақты мәндердің қате екендігін көрсетеді. Мен өзім экономист ретінде халықаралық көптеген тәжірибелерді қарауға болады. Соның бір тәжірибесі ретінде елдегі орташа жалақының кем дегенде 50%, 1/3 бөлігінен кем болмау керек деген белгі бар. Бізде қазіргі кезде орташа жалақымыздың соңғы статистикасына қарасақ, өте үлкен рекордтық көрсеткіштерге жеткен. Оны егер 3-ке бөлетін болсақ, 160 мың теңгенің маңайына келеді. Яғни 1/3 бөлігінің өзі. Бізде орташа жалақы қазіргі кезде осылай 500 мың теңгеге жақындап келе жатыр. Сонда көп адамдар осы санды естиді де айтады, қайдағы 500 мың теңгеге жоқ адамдар алып жүр, бұндай жалақыны біз көрген де жоқпыз ғой деп. Ал ол арифметикалық түрде есептелінеді. Бір адам миллион теңге алады, бір адам 100 мың теңге алады, екеуін қосады да сен де 550 мың аласың, сен де 550 мың аласың деген статистикадан шыққан. Ал бірақ бұл статистиканы біздің ең бір сорақысы үкіметте отырған шенелер мынандай риторикамен қолданады да, халықтың табысы жақсарып жатыр, міне орташа жалақы осынша болды деп. Ал ол халыққа қарата мүлдем айтылмайтын сандар. Оны шенелер өздері білуі керек сандар. Себебі сол арқылы ең төменгі жалақыны есептеуге болады. Ең төменгі жалақы 85 мың емес, демек 160 мың теңге болу керек. Қазіргі үкіметтің осы экономикалық блоктағы екі үлкен қателігін атап өтсеңіз. Қателіктері өте көп, бұған дейін жасаған, барлығын айтып отыруға болады. Бірақ ең үлкен қателігі менің көзқарасымша ол қазіргі уақытта сапа емес, нақты сандарды айтып, өсімді соған басымдық беруі деп ойлаймын. Бізде сол жаңағы соңғы статистикалар шығып жатыр. Біз әлемдегі осы 300 миллиард доллардан астық қой экономикамыз. Сол көрсеткішпенен әлемдегі 50 ірі экономиканың қатарына қосылып кетіптік. Мысалы, осындай бір статистиканы қараған кезде, Қазақстан жақсы ғой, гүлденіп жатыр деп айтасыз. Ал енді екінші жағынан осы өсім егерде жай ғана бір үрленген пузыр сияқты болатын болса, көпіршік сияқты, ол жақсылыққа алып келмейді, ол бір күні жарылуы да мүмкін. Ал президенттің алдыға қойған нақты міндеті бар. 450 миллиард долларға дейін 2029 жылға жеткіземіз деген өзіне меже қойды. Яғни 2029-ға дейін президенттік мерзімі бітеді. Сол уақытқа дейін мен экономиканы еселеймін деген өзінің нақты бір жоспары болған. Енді үкіметтің алдына президент те тапсырма қойып отыр. Яғни ондай өсімге жету үшін жылда экономикалық өсім 6-7% болу керек.
үкімет сонда қайткен күнде де біз осы міндетті орындауымыз керекпіз деген алдына мақсат қойып отыр деуге болады. Яғни 6,5% өсімге қол жеткіздік, бірақ та ол халықтың табысында көрініс тауып жатқан жоқ. Яғни өсім сандық сипатта бар, бірақ нақты сапалық сипатта жоқ. Бұл ең үлкен бір қателігі деп ойлаймын, үкіметтің қазіргі уақытта жасап жатқан. Екінші бір үлкен қателігі бұл инфляциямен күресте. Инфляциямен күрес соңғы жылдарда тіпті нәтиже бермей келе жатыр деп айтуға болады. Үкімет инфляциямен күресеміз деп айтып алады да, керісінше тарифтік саясатты қолданып жатыр. Яғни су болсын, электр болсын, барлығы қымбаттап жатыр. Ол халықтың табысын ортайтып жатыр. Расымен де халық енді алда тағы да халықты қымбатшылық күтіп тұрған секілді, себебі 1 сәуірден бастап елде мораторий аяқталды. Яғни 2-3 айдан кейін бізде коммуналдық қызметтердің ақысы, жанармайдың бағасы қымбаттауы мүмкін тағы да. Бұл енді онсыз да инфляция ектеп біткен, халықтың қалтасын қағып бітпей ме одан сайын? Шын қарасақ, одан сайын халықтың төлем қабілеттілігі нашарлатады деп айтуға болады. Табысы одан сайын ортаяды деген сөз. Өйткені президент өткен жолда инфляция қарқынды болып кеткен кезде үкімет басшысын шақырып алып тапсырма берген болатын. Бірден I92 маркалы жанармайдың бағасын өсіруді тоқтатыңдар. Мынау инфляциялық жағдай тұрақталғанша, тарифтерді өсуді тоқтатыңдар. Мынау инфляциялық жағдай реттелгенше деген тапсырма берілген болады. Ал енді біз қарап отырмыз, бәрі үкімет оны тоқтатайын деп тұрған, алдағы уақытта оны бәрі өсірейін деп тұр. Ал ол жағдайлар қосымша инфляцияны туғызатын сөзсіз. Жанар-жағармай қымбаттады деген сөз, онда кез келген тауар тасымалы қымбаттайды. Тауар тасымалы қымбаттайды деген сөз, азық-түлік қымбаттайды. Осындай өзін-өзі бір-біріне жалғап кететін цепочкадан тұрады экономикамыз. Сондықтан да міне осындай салдарларын біз көріп отырмыз. Бір ғана мен мәселені айтқым келеді. Өзім өткенде ресми статистиканың өзін зерттеп шықтым. Соңғы 5 жылдағы инфляция қанша болды деген. Сонда 74% инфляция шықты. Соңғы 5 жылда ресми статистиканы қарағанда әр жылда 10% болған, 13% болған, бәрін жинап қараған кезде 74% инфляция, құнсыздану. Тауарлардың бағасының өсімі орын алған. Ал халықтың табысы ше, нақты табысы қанша өсті дегенде соңғы 5 жылда өскен, бірақ 10% өскен. Сонда 10% дегеніміз мынандай ғана өсім, ал 74% деген ол мынандай өсім. Сонда 5 жылда халқымыз 7 есеге дейін тіпті табысы нашарлады деуге болады. Мемлекеттік қарыз мәселесіне ойыссақ, халықты жалпы осы тақырып өте қатты қызықтырады. Енді біздер өзімізде материалда жариялап тұрған кезде де халықтың қаншалықты оқитынын, қызығушылығын аңғарамыз. Қазір Қазақстанның сыртқы қарызы $180 миллиард жетті. Енді бұл қарызды Қазақстан үшін қаншалықты қауіпсіз деп айта аламыз? Дұрыс айтасыз, сыртқы қарыз тақырыбы өте халықтың арасында қатты қызу талқыға түсіп жатады. Бұны енді экономист ретінде мен талдап бергім келеді. Бұл $180 миллиард барлығы халықтың мойнында қарыз деп айту қате. Оған терең үңілу керек. Үкіметтің өзінің қарызы қанша осы жерде деген нақты сұрақ қою керек. Үкіметтің қарызы қазір $18 миллиард үстінде. Сонда $180 миллиард қайда? $18 миллиард. 10% ғана. 10%-дің көлемінде үкіметтің қарызы. Ал қалған $138 миллиард осы сыртқы қарыздың ішінде. Бұл жеке компаниялардың арасындағы қарыздар. Яғни ол біздегі Теңізшевройл болсын, басқа да болсын, Қашаған кеніндегі біраз компаниялар болсын. Көптеген Қазақстанда жұмыс жасап жатқан компаниялар сырттан технология алады, осы жерде әртүрлі өзіне қажетті техникаларды тасымалдайды. Оны кіргізген кезде қарызға кіргізеді мемлекет, яғни компания өзінің жұмысының барысында, және біртіндеп ол қарызды өтей бастайды. Яғни бұл байқаған кезде халықтың қарызы деп айтуға келмейді. Керісінше, бұндай қарыздың көлемі ұлғая бергені дұрыс. Өйткені ол елге тартылып жатқан тікелей инвестиция. Ал үкіметтің қарызына мән беру керек. Үкіметтің қарызы $18 миллиард ғой, ол да көп емес қой деп айту мүмкін. Бірақ ол $15 миллиард болған. Ол тағы да өскенін көреміз. Яғни үкіметтің қарызын өсіп жатқан ол жақсы үдеріс емес екенін айтып келеді. Және ол доллармен алынғандықтан ертең доллар өсіп кетіп жатса, оны қайтару қиындай түсетін бар. Яғни ол барлығы мемлекеттік бюджет есебінен қайтарылғандықтан мемлекеттік бюджетке ол салмақ болып түседі деген сөз. Ал мемлекеттік бюджет ол салықтан құралады. Халықтың жинаған салығынан құралатындығын атап өту керек.
Сондықтан осындай мәселелерді біз білуіміз керек. Дей тұрғанмен осы жерде тағы айтылмай қалатын қарыздың бір бөлігі бар. Ол өзге де секторлардың қарызы деп жазылады статистикада. Және де ол бір 40 миллиард доллардың үстінде жатыр. Өзге де секторлар деген ол қандай секторлар? Міне осыны тарқатып айтуды біз талап етуіміз керекпіз деп ойлаймын. Оның ішінде негізінен квазимемлекеттік сектордың қарызы бар. Самұрық-қазынаның, Бәйтеректің қарыздары бар сол жерде. Қазмұнайгаздың. Ал ол қанша? Ол қаңтар уақытында ол 20 миллиард доллардың көлемінде болған. Ал қазір қанша? 2 есе. Ол көбейді ма, көбейген жоқ па? Ал өзге де секторлар демек 40 миллиард доллардың үстінде болса, оның қаншауы сол үкіметке тиісті компанияларға қатысты қарыздар. Меніңше осының бәрін айқындау керек те, оның барлығы мемлекеттік қарыз, үкіметтің қарызына қосу керекпіз деп ойлаймын. Мұнай қымбаттап жатыр. Ұлттық қор өседі деген үміт бар ма? Егер мұнайдан түскен қосымша табысты жалпы халық сезіне ала ма? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Менің ойымша оны халық бірден сезіне қоймайды. Бірақ әйтсе де ұлттық қорымыз ұлғаюы мүмкін. Өйткені ұлттық қорымызға негізінен мұнайдың қаржысы түсіп отырады. Мұнай бағасы өсіп жатыр соңғы уақыттарда. Мынау соңғы уақыттарда Иранның төңірегінде болып жатқан жағдайлар бұл мұнай бағасын қатты күрт өсірді. Және де Иран айтып отыр, біз 200 долларға дейін тіпті асырамыз деп айтып отыр. Егер ол уәделерін орындайтын болса, онда өте көп бізге экономикалық жағдайымызға пайдалы жағдайлары бар. Қай жағынан? Өйткені біз мұнайлы ел болғандықтан экспорттық әлеуетіміз жақсарады, мұнайымызды қымбат бағаға сата бастаймыз. Ол әрине өзіміздің қазынамызды толтыра бастайды. Ол өз кезегінде ұлттық қорымызды да толтыра бастайды. Ал енді ұзақ мерзімде бұл біздің халқымыз үшін тиімді деп айта алмаймыз. Өйткені бәрібір айналып келген кезде мұнай қымбаттап жатса әлемде, онда мұнай ол шикізат. Ол шикізаттан тауар өндіретін елдердің демек тауары қымбат болады деген сөз. Ол тауарлардың бәрін импорт ретінде 90% тауарларды біз сырттан алып келеміз. Ол қымбаттады деген сөз, демек қосымша импорттық инфляция да елімізге келеді деген сөз. Яғни онсыз да бізде инфляция мұнда аз болып тұрған жоқ, ол қосымша халқымыздың төлем қабілеттілігі мен табысына кері әсерін тигізеді деген сөз. Сондықтан да бұл біздің экономикамызға тиімді болуы мүмкін, бірақ халықтың жағдайына жақсы болады деп айта алмаймыз. Жаһандық Форбсқа Нұрлан Смағұлов пен Айдын Рахымбаев қосылды. Бұл еліміздегі бизнес элитаның өзгергенін аңғарта ма? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Менің ойымша ол толық өзгерді деп айтуға келмейді. Бір-екі тұлғалардың пайда болып жатқандығы бұл енді жақсы тенденция деп айтуға болар. Өйткені бізде негізінен миллиардерлер Форбстың тізімінде көбінесе мұнай саласында және де банк саласының негізгі капитал иелері басым болатын. Ал соңғы уақыттарда егер бұл кісілердің пайда болуы құрылыс саласының, девелопмент саласының, авто салаларында белгілі бір дәрежеде Қазақстанда дами бастағандығын көрсетеді. Бір жағынан қуантатын жағы, ал екінші жағынан бұл бізде толығымен жаңағы бай азаматтарымыздың тізімі өзгеріп кетті деп айту қиын. Бір-екі адамға бола, ол мен ойлаймын алдағы уақытта ол өзгеріс толығымен жаңару керек. Өйткені президентіміз алдында айтқан 168 адам, ол әлі сол 168 адам біздің қоғамымызда. Меніңше осы жердегі үлкен мәнді мәселелерге терең үңілу керекпіз де, монополияның күшін жою керекпіз, олигополияның күшін жою керекпіз. Керісінше бәсекеге қабілетті болатын жаңа компаниялардың тууына мемлекет бар жағдайды жасау керек деп есептеймін. Сол кезде бізде Форбстың тізімін жаңартатын, жаңа жас халқын ойлайтын, патриот, елін сүйетін азаматтар да пайда болады деп есептеймін. Кәсіпкерлер мен бизнес үшін қазіргі жағдайда аман қалудың нақты жолдары қандай? Жақсы сұрақ қойып отырсыз. Шындығын айту керек, кәсіпкерлердің жағдайы қазір жақсы емес. Өте көп кәсіпкерлер, әсіресе салықтық өзгерістер болғаннан кейін жағдайларының қиын болғанын айтып жатыр. Қазіргі уақытта мен табысымның барлығын салыққа төлейтін болдым деп айтып отырған кәсіпкерлер аз емес. Жабылып жатқандар бар. Жабылып жатқандар да бар. Сондықтан да бұл жерде енді кәсіпкерлер үшін осы жағдайға бейімделу өте маңызды болып тұр. Маржасы жоғары кәсіппен айналысуға ұмтылу керек деген сөз. Маржасы төмен кәсіптер болса, онда олар жапқанда дұрыс шығар. Өйткені ол тиімділігі өте төмен болады көп жағдайда. Сондықтан да кәсіпкерлер үшін осы жағдайларды өзінің бизнесін
жаңағы оборотыңды көбейте беру деген мәселеде емес, жаңағы сауданы өсіре берсем, табысты таба берсем, табысты болам деген сөз емес. Керісінше шығындарыңызға көңіл бөлу, бизнесіңізді барынша оптимизациялау, сондай үдерістерге көңіл бөлгендеріңіз дұрыс деп есептеймін. Сонда өзіңіздің кәсібіңізді сақтай аласыз. Жұманғарин мырза енді бұл жерде мен салықтың өзгерістерінің атасы болам деп өзі мәлімдеме жасады. Ол жауапкершілікті алып жатқанын қуантады мойнына. Ал бірақ екінші мәселе бар. Қызметте отырған кезде талай шенділерді көрдік сөйлеген, бірақ кейін Астананың әкімі болып кеткендері бар, басқа бір қызметке орналасқаннан кейін мен қазіргі қызметім мынау, оған қазір басқа адамдар жауапты деп кетеді. Бірақ салдары болып жатқан мәселелер ол қызметтің тұсында пайда болған. Қазақстан экономикасының өсіміне немесе керісінше құлдырауына әсер ететін негізгі факторларды атап өтсеңіз. Негізінен, егер Қазақстан экономикасын тұтастай алып қарайтын болсақ, мен атап өтуші едім, біздің экономикамызға ең қатты қажет дүние бұл институционалды экономиканы дамыту деп ойлаймын. Біздің экономикамызға ең қатты керек дүние ол осы заңның үстемдігі, әділдік нормаларының орындалуы деп білемін. Сот билігі егер әділ болатын болса, онда көптеген іскерлік белсенділік тек қана жандана беретін болады. Ал бізде көбінесе соттың мәселелерін сатып алуға болатын кездер болады, әртүрлі сыбайлас жемқорлық фактілері орын алып жатады. Ондай кездерде шынайы бизнес көбінесе түн шығады. Ондай кезде бәсеке нарықта болмайды. Бұндай мәселелер жаңағы нарықтың монополиялануына алып келеді. Ал ондай жағдайлар түптеп келген кезде экономиканың тежегіш күшіне айналады. Біз бүгінгі дейін көріп отырған Қазақстан экономикасының бет-бейнесі сондай әрекеттердің салдарынан болды деп есептеймін. Сондықтан бізге ең бірінші кезекте заңның үстемдігі керек, сот билігінің әділдігі керек, жалпы ақша айналымының мөлдірлігі, тазалығы керек. Міне осындай үдерістер, қадамдар нақты жасалған кезде, онда іскерлік белсенділік те пайда болады. Жаңа өзінің күшімен пайда болған көшбасшылар пайда болады, өзінің компаниясын жаңа деңгейге көтеретін азаматтарымыз да қоғамда пайда болады. Сондықтан да біздің экономикалық жүйеміз негізінен осындай азаматтарды қолдауға жұмыс жасау керек деп есептеймін. Қазақстан экономикасын құтқаратын реформа болса, ол қандай реформа болар еді? Мен өзім енді сарапшы ретінде өте көп ұсыныс ретінде айтып жүрмін. Бізде Қазақстан экономикасын құтқаратын қазіргі уақытта реформа жоқ. Қазақстан экономикасын құтқаратын бүгінгі үкіметтің экономикалық блогының ұсынып отырған нақты бағдарламасы жоқ. Тек қана бізде қазір жұмыс жасап тұрған бір ғана бағдарлама бар, ол президенттің нақты тапсырмасымен жасалған 2029 жылға дейінгі жоспары. Ал бағдарлама деген ол 15 жылға дейін нақты стратегиялық тұрғыда жасалынатын құжат. Осы тұрғыдан келген кезде, бізде ешқандай қазір бағыт-бағдар жоқ. Енді 10 жылдан кейін, енді 15 жылдан кейін Қазақстан қай бағытта дамиды? Қандай салалар бізде басымдықта болу керек? Біз халқымыз қандай бағытты экономиканы алдағы уақытта көреміз? Осындай үдерістер өкінішке қарай қазір жоқ деп айтуға болады. Сондықтан да бізге жаңа бағдарламаны қабылдау керек деп есептеймін. Ең әуелі бірінші кезекте Қазақстанның ұлттық экономикалық моделі қандай болу керек деген сұраққа үңіліп, соның моделін біз жақсылап құрып алуымыз керекпіз деп ойлаймын. Әлемдік еңбек бөлінісінде, әлемдік экономикалардың үдерісінде Қазақстанның орны қандай болады? Қазақстан өзі қандай экономиканы түзеді алдағы уақытта? Осы мәселеге біз басымдық беру керекпіз деп есептеймін. Және де мен көбінесе айтып жүрмін, Алаш идеясына негізделген экономиканың негізін қалау керекпіз деп. Неге? Өйткені негізгі мемлекетшіліктің құндылығын да сол Алаш арыстары айтып кеткен. Экономиканың дамуына да қатысты көптеген ұсыныстарды айтып кеткен. Негізгі бағыт-бағдарлар ретінде олар өздерінің бағдарламасын кезінде Алаш үкіметі кезінде жасап та шыққан. Ол негізінен үлгі ретінде Жапонияның Мэйдзи жоспарын алған болатын. Әрине, ол Мэйдзи жоспары, Жапонияның Мэйдзи бағдарламасы, ол Жапонияны 25 жылдың ішінде ауыл шаруашылығы экономикасынан өнеркәсібі дамыған экономикаға көшірген бағдарлама болды. Тура соны алып, 25 жылда біз де Қазақстанды сондай елге айналдырамыз деген нақты жоспарлары болған. Және де кейінгі буындары, сол Міржақып Дулатұлының өзі бастап, Қазақ даласында ауыл шаруашылығын дамыту үшін өте көп ұсақ қаржы серіктестіктерін құрған екен. Демек, ол жай ғана математик болған жоқ, ол жай ғана
ақын ғана болып қойған жоқ, сонымен қатар үлкен экономиканың, қаржының тілін меңгергенін көреміз. Кейінгі алаштықтар, тіпті Смағұл Садуақасов деген кейінгі алаштықтардың барлығы арнаулы банк жүйесінде құрған екен. Демек, біз негізі ол азаматтарды көбінесе әдебиеттен оқығаннан кейін әдебиет мамандары ретінде көріп қалғанбыз. Бірақ олар Қазақстанның экономикасын көріп тұрған, қалай дамытатынын білген азаматтар. Мен неге енді осымен байланыстырғым келеді, себебі сондай іргетасқа қаланған, сондай идеяға қаланған жаңа концепция шықса, онда ол халықтың жүрегінде үлкен бір сенім ұялататын сөзсіз деп білемін. Онда біздің қоғамымызда бір үлкен болашаққа деген сенім пайда болады деп есептеймін. Сонда осы бір сенім дейтін үлкен құндылық біздің қоғамда қазір жетіспейді. Бізде азаматтарымыздың үкіметке деген қазіргі кезде сенімі жоқ. Ал осындай сенім жоқ кезде экономикамыз біз ілгерілетеміз, дамимыз деп қанша ұрандатса да үкімет, одан ештеңе шықпайды. Сондықтан да мен бірінші көріп тұрғаным осы, екінші көріп тұрғаным әрбір қазақ бай болу керек, әрбір қазақ баспаналы болу керек деген осы бағдарламаның тізбегі болу керек деп ойлаймын. Сонда бізде үлкен құрылыс саясаты жүзеге асады. Қазіргі салынып жатқан жылына 15 миллион шаршы метр, 17 миллион шаршы метр дейді әр жылда. Сонда осы көлемдегі өндіріс қуатының өзін алып қарасақ та, бұл шамамен жылына 100 мың отбасыға пәтердің көлеміндегі өндіріс қуаты. Ал жылына 100 мың отбасыға қажетті өндіріс қуаты бар құрылыспен біз бүкіл халқымызды ешқашанда баспанамен қамтамасыз етіп болмаймыз. Сондықтан да бұл жерде де өте үлкен реформалардың керек екендігін көріп отырмыз. Мақсат мырза, уақыт бөліп келгеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Жүз медианың ақ студиясында келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.